Біз бүгін углеродный кабель, греющий кабель дейді. Содан пушка жасадық. Мынандай ішінде вентиляторы бар. Мысалы бізде кабельдің сыртының температурасы қазір 5 метр қолдандық. 33 омнан 101-102 градусқа дейін жүріп жатыр. Ал енді шыға берісте біздің датчик 59 міне қараңыздар. 59 градус көрсетіп тұр мына жерде шыға берісінде. Ішінде міне мысалы былай орналасқан осылай кабель бір-біріне тимей тесік жасалынып, 100-дік, 110-дық және канализационный труба. Баршаңызға мәлім. Осындай ішінде кулер 12 вольттық. Яғни кулеріміз біздің жәнегі кабельге үрлейді, ар жағынан жылу температура шығады. 12 вольттық кулеріміз блок питания арқылы жалғанған, ал кабеліміз прямой 220-ға жалғанған. Мынандай углеродный кабель. Толщинасы 3 мм. Шаш сияқты. Волокно дейді. Сырты силикон 200 градусқа дейін арналған. Бізде 102-де 7 болып тұр қазіргі жағдайда мысалы. Мына кабельдің сыртқы температурасы, ал ішіндегі температура 59-де 7 шыға берісте бізде беріп тұр. Кәдімгідей жылы, эффективность жағынан қызыл лампаларымен салыстырған кезде өте жақсы негізі. Енді примерно есептеп айтсам сіздерге, мысалы 33 омнан 5 метр қолдандық, сонда бізде общий 165 ом болып тұр. 165 ом. Яғни біздің напряжениемізді кернеу үшін бір-біріне көбейтеміз. 220-ны көбейтеміз, 220-ны. Оны бөлеміз. Сонда және 165 ом болды. Сонда бізде 293 ватт. Қуаттылығы 293, где-то 280 мен 300-дің арасында жүреді қуаттылығы. Ал эффективность жағынан қызыл лампаларға қарағанда өте жақсы болады. Осылай алып жасасаңыздар болады. Бізге де хабарлассаңыздар болады. Кәдімгідей 60 градусқа дейін жылып тұр. Біздің помещениеміз қазіргі таңда 5 градус болып тұр. Помещениемізде температурасы мінекейіңіз 5 градус және де 61 ылғал болып тұр помещениеміздің өзі.